Мен Тобын орта мектебінің 9 сынып оқушысы Нариманова Кеңестен. Мен мамандықты таңдаймын. Ұстаз болу тек қана білім беру ғана емес, оқушының жүрегіне деген жолды табу. Презентацияның басты мақсаты мұғалім кәсібінің маңыздылығы мен міндеттерімен және болашағымен таныстыру. Мұғалімнің қоғамдағы рөлі туралы айту, мұғалім ретінде жұмыс істеу үшін қажетті негізгі міндеттер мен қасиеттерді көрсету. Мамандық таңдау өмірдегі ең маңызды шешімдердің бірі. Қалай қателеспеу керек? Қалай қуаныш пен тұрақтылық әкелетін мамандықты табуға болады деген сұрақтар бізді мазалайды. Осы презентацияда біз ұстаз мамандығы туралы, сондай-ақ неліктен мұғалімдің мамандығы керек екенін қарастырамыз. Өзіңіздің шаңыңызға жақын жұмысты таңдаңыз, сонда сізге өміріңізде бір күнде жұмыс істеуге тура келмейді деп Конфуций айтып өткен. Мамандық таңдау үшін бірнеше факторларды ескеру қажет. Қызығушылықтар мен әуестіктер, қабілеттер мен дағдылар, еңбек нарығы, жұмыс жағдайы, білім мен оқу және ең бастысы өзіміздің сол мамандыққа деген көңіл күйіміз. Здравствуйте, я ученица 10 класса Дубынской средней школы Юлдашева Ильяна. Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. Почему именно профессия учителя? Учитель – это человек, который не только обучает, но и вдохновляет. Мне нравится объяснять материал, помогать другим, понимать сложные вещи и видеть, как ученики делают успехи. Исследования показывают, что качественное образование формирует успешных и уверенных в себе людей, а учителя играют ключевую роль в этом процессе. Это профессия, которая дает стабильность и перспективы. Согласно исследованиям, профессия учителя остается одной из самых уважаемых и значимых в обществе. Образование – самое мощное оружие. Профессия учителя – одна из самых важных и уважаемых в мире. Учитель не просто передает знания, но и воспитывает личность, формирует мировоззрение, помогает раскрыть таланты и прививает нравственные ценности. Учитель – это наставник, который помогает ученикам познавать мир. Он формирует не только академические знания, но и личностные качества, ответственность, терпение, любознательность. Воспитывает в детях любовь к труду, уважение к другим людям, стремление к самосовершенствованию. Учитель – это человек, который может делать трудные вещи легкими. Хорошее образование – это самое ценное наследие, которое можно оставить будущим поколениям. Hello, dear viewers. I'm Bahtahuna Amara, 10th grade student at Dubun Secondary School. Teaching profession prospects. The teaching profession is considered in demand and science facts worldwide. The modern education system is evolving, and with the requirements for teachers are changing, opening new opportunities for career growth and professional development. Education is one of the most important spheres of society, so qualified teachers will always be needed. Teachers can develop in various disciplines, for example, as a methodologist, school principal, or in science research. Education not just a means to life, but life itself. If a person can write the best poems or make the best chair better than they know it work, the world will pave a path to their door. But only a teacher can iron up the line in a person's soul. Lev Tolstoy, Mikhail Lomonosov, Albert Einstein, all these famous figures worked as teachers. Айтылғандардың негізінде мынандай қорытынды жасауға болады. Мұғалім мамандығы ең маңызды және ең жауапты мамандықтардың бірі. Мұғалім тек білім беріп қана қоймай, оқушының тұлғасын қалыптастырады, оның таланттарын ашуға, ойлауға, талдауға және шешім қабылдауға үйретеді. Мұғалімдердің арқасында қоғам дамиды. Өйткені білімсіз болашақты құру